Армысыздар, барша бізді қарап отырған көрермендеріміз. Евразия бірінші арнасында караоке такси халық шоуы. Біз жарты сағатымызды тек қана сіздер үшін арнаймыз. Олай болса, сіздер де сол алтын жарты сағаттарыңызды бізге арнаңыздар. Біз бастаймыз. Кеттік. Алға. Кім бірінші болады? Әрине, бірінші болғысы келетін адамдар өте көп шығар, бірақ та көрелік қазір. Добрый вечер. Нам Гоголя 8 марта надо, 400. Жақсы. Саламатсыздар. Караоке такси. Евразия бірінші арнасында. Қош келдіңіздер менің таксиіме. Менің айтып жатқаным түсініп отқан шығарсыздар, иә? Вау, это круто. Біздің бағдарламада ән айтылу керек. Әнді жақсы айтсаңыздар 30 мың теңгеге дейін ақша беріп қалуымыз мүмкін. Әрине, мінекей 30 мың теңгені көрсетіп қояйын. Бірақ та ескертулеріміз бар. Біздің үш айналымда сіздер толық ойнай алмайсыздар, егер де айтқан жерлеріңізге ерте жетсек. Тағы бір ескертуіміз, ұнамай қалсаңыздар, сау болыңыз, пока деп шығарып саламын, иә? Сонымен, келісесіздер ме? Жолға шығамыз ба? Все, поехали. Иә? Жақсы, кеттік онда. Енді есімдерімізді айтып танысып отырайық, иә? Менің есімім Қазбек. Сіздердің есімдеріңіз? Амит. Амит атыңыз, иә? Өте ерекше есім екен. Дұрыс айттым ғой, Амит. Сіздің? Маша. Маша және Амит. Сіздер ағайындысыздар, әлде туысқансыздар? Мы пара. Бәрекелді. Олай болса, қазір сіздерге бірінші айналымда өздеріңіздің әндеріңізді айтқызамыз, бірақ та қай жаққа бара жатқандарыңыз сұрағым келіп отыр. Қайда бара жатсыздар? Дискотекаға барамыз. Билеуге, иә? Менің ойымша, биге керемет көңіл-күймен баратындарыңызға мен сенімдімін, өйткені біздің бағдарламада ән айтасыздар және отырып билеуге рұқсат. Сонымен қандай ән айтамыз? Ақылдасып шешіңіздер, иә? 0 теңге мен 10 мың теңге көлемінде ақша болады. Ну, это же хорошо получается. Может, лучше Коржа? Ну, спой Коржа. Ну, давай жить в кайф. Да. Вот мы, короче, выбрали. Макс Корж будем. Жить в кайф называется. Жақсы, короче, онда бізде қоямыз. Макс Корж. Жить в кайф деген өлеңі. Менің ойымша, қазіргі хиттардың бірі. Микрофонды аламыз, қосамыз, және бастаймыз. Впереди кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метра воцарился жесточайший хаос. Когда всем понятно стало, сын остался без диплом. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф.
это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать, лазгай, лгать давним знакомым, мол, в жизни моей все хорошо, в моем рюкзаке пару моих носки. И пускай начало оставляет желать лучшего, все, что меня помнят, знают, я не был таким, значит и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг, услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в Киеве, я выбираю жить в Киеве, я выбираю жить в Киеве, я выбираю жить в Киеве. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. Мүлдем сөзіне қарап отырған жоқ, соған қарағанда жатқа білетін сияқты. Вдруг увидишь солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить в Киеве, я выбираю жить в Киеве, я выбираю жить в Киеве, я выбираю жить в Киеве. Я өмірден ләззат алыңыздар деген мәнді жеткізгісі келген сияқты. Макс Корж, солай болса, жігітіміз де өзін жақсы көрсетіп, рэп бағытындағы осындай керемет әнді шырқады. Жақсы, қошемет сіздерге. Бәрекелді, Макс Корждың әндерін жақсы көріп тыңдайтын байқалды, көзді жұмып алып, жалпы экранға қарамай айтқанына қараған кезде бұл әнді баяғыдан естіп, сол әнді жақсы көретініміз белгілі болды. Бәрекелді, менің ойымша, қиын әндердің де қатарына жатқызуға болатын шығар, өйткені бұл жерде тез айту керек, рэп жанры, және осы айтылған әнге менің берер ақшам 0 теңгемен 10 мың теңге көлемінде дедім. 8 мың теңгені аласыңдар, 8 мың сендердің еншілеріңде. Сонымен біз айтқан мекенжайға келдік. Осы жерден қазір тоқтаймын және сіздерді қалдырамын. Өйткені ойынымыздың шарты бойынша сіздер екінші айналымды өкінішке орай ойнай алмайсыздар. 8 мың теңге сіздерге. Мінекей. 8 мың. Достар, біздің келесі қатысушыларымызға кетіп бара жатыр. Әттеген-ай, тағы да дауыстарыңызды естіредім, бірақ та осылай жетіп қалдық. Жақсы, сіздерге де рахмет. Сау болыңдар. Жақсы билеп қайтыңдар. Амит пен Маша қос ғашықтарға не дейміз? Тек қана бақыт тілейміз және той болсын дейік оларға. Келесі қатысушыларымызды алған жөн болар. Уақытымыз бар. Мінекей екі жігіттер екен, сұрайық. Атакен. Қанша? 600. Жақсы. Уалейкум ассалам. Караоке таксиге қош келдіңдер жігіттер. Еуразия бірінші арнасындағы бағдарлама. Ал сіздерді қазір барша Қазақстан көруде, камера түсіруде, камерадан қорықпайды деген ойдамыз. Және әнді де айтады деген сенімдеміз. Ең бастысы әнді жақсы айтсаңыздар, 30 мың теңгеге дейін мен ақша беруге дайынмын. Сонымен қатар, ұнамасаңыздар, мен сіздерді шығарып саламын. Бұл енді ескертуіміз. Сонымен қатар, айтқан мекенжайға ерте жетсек, толық шайналымды ойнай алмаймыз. Мінекей, осының барлығына көнемін. Мені тегін жеткізіңдер дейтін болсаңыздар, онда біз жолға шығамыз. Сіздердің қалауларыңыз бойынша әрине. Немесе такси ұстап тұра берсеңіздер болады. Кеттік па? Жақсы. Алға. Кеттік онда. Ал енді танысамыз жігіттер. Аттарың кім болады? Толығырақ айтсаңдар болады. Жастарың қаншада, тағысын тағы. Менің атым Бағдат.
Менің атым Азилдо. Аха. Қыздар. Менде басым бос емес. Аха, түсінікті. Біреуінің басы бос, біреуінің басы бос емес. Тандем сондай. Иә, түсінікті. Жақсы, оны ескереміз. Және бірінші айналымға біз көшейік, және бірінші айналымда сіздер өздеріңнің қалаған әндеріңді айтасыңдар. Иә. Және 0 теңге мен 10 мың теңге көлемінде ақша ұсынамыз. Қаншасын аласыңдар, ол тек қана сіздердің ән айтуларыңызға байланысты болады. Түсінікті ғой? Онда ақылдасып шешіңдер. Давай не этот, Агутин. Оле. Да. Половина сердца. Агутин. Половина сердца. Агутин, половина сердца. Жақсы, ол ән бар бізде, қоямыз. Где ты, беспокойное сердце за невидимой дверцей притаилось? Где ты, два удара в секунду пополам почему-то поделилась. Белой полосою нарисуй дороги середину. Но если я уеду, я с тобой оставлю половину всего, половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою, заберу кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Половину только, а больше не надо. Ай, 10 мың далайын деп тұрған сияқты. Жаңылыспасын алады. Беруге уәде беремін. Көрейік, тыңдайық, ары қарай. Где ты, вероломное время, ни минутки, наверное, не осталось. Где ты, беспокойное сердце за невидимой дверцей отозвалось. Белый альбатросом несет корабль на чужбину. Если я уеду, я с тобой оставлю половину всего, половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою, заберу кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Половину только, а больше не надо. Браво, жігіттер! Рахмет. Ойланбастан сіздерге 10 мың теңгені мен беремін. Максималды тұста алдыңыздар. Әрине, онымен біздің көрермендеріміздің барлығы да келісетін шығар. Ең бастысы бұл әнде, достар, байқаған шығарсыздар. Жүрек бар, жүрекпен шыққан әнді біз естідік. Иә, жарты жүрек деп жатыр, бірақ та толық жүректі деп айтуға болатын шығар, өйткені сіздердің жүректеріңізден шыққан әнді осылай жүректен жүрекке жеткізе алдыңыздар. Иә, енді әрмен қарай екінші айналымға өтпес бұрын менде сұрақ туындап отыр. Неге басың бос, осындай керемет даусың бар, түр келбетің бар, бой десе бойғандай, сой десе сойғандай азаматсың. Қыздар қайда қарап жүр, әлде ең кереметі өзің болып ешкімге қарамай жүрсің бе? Білмеймін, бұл риторикалық сұрақ. Негізінде. Бір түрлі қайсыздау, мен білмеймін, мүмкін бүгін ертең кездесемін. Мүмкін, иә, караоке таксиді көргендер көптеген басы бос қыздар
Ах, деп қазір телеарнаға жақындап, даусын қаттырақ шығарып, тек қана сендерді қарап отырған шығар. Олай болса, жартыңды кездестір деген тілекті айтамын. Яғни, екінші айналымда мен сіздерге бір әнді ұсынамын. Яғни, ол әнді өзім ұсынамын. Ол әннің басын өзім айтамын. Сіздер қосылып жағаласпайсыздар. Ал жалғастыру ол сіздердің міндеттеріңіз. Егер де әрине білсеңіздер. Бірақ та ол әнді білмейтін қазақ жоқ сияқты. Өйткені бұл әнсіз той өтпейді. Қандай ән деп ойлайсыңдар? Аспанға қарай. Чик деген сияқты ба? Жоқ, ол ән емес. Бұл мүмкін сол әндердің бастаушысы шығар. Той жыры. Иә, әйгілі Дос Мұқасан тобы осы әнді жарыққа шығарып, осы әнсіз ешқандай той басталмаған еді. Той жыры. Қосылайық. Махаббаттың құдірет күші әлдейлі, екі жастың табыстырған жүрегін. Жасы жалын асыл арман ақ ниет, бақыт сыйлап осыны төгілдерін. Той үстінде тәттігінде, жас жобайлы шат гүлінде, ән салайық би-билейік, шарықтасын шаттығында. Көргаттанып болашаққа өмірге, тікті бүгін ортамызда отауын. Қуаныш пен шаттық орнап көңілге, тойламаққа келдік міне көп қауым. Той үстінде тәттігіндер, жас жұбайлы шат гүліндер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шаттығында. Ай, жарайсың жігіттер. Билейміз деп қояйық, иә? Билейік. Иә, біздің... Бей демейсің бе? Әкелеріміз, аналарымыз, әжелеріміз осы әнге талай биледі емес пе, талай таныс болдың түбін сүрді емес пе. Олай болса, осындай керемет әнді ностальгияға беріліп, барлықтарымызда қосылайық. Достар, кеттік! Жас жабыққып болсын біз бесігі, жас жұбайлар құтты болсын тойларын. Кен ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларын. Той үстінде тәттігіндер, жас жұбайлы шат гүліндер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шаттығында. Тәттігіндер, жас жұбайлы шат гүліндер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шаттығында. Heya! Bravo! Bravo! 10.000 теңге! Жігіттер, ойланбастан 10.000 теңгені аласыздар. Екі дауыспен шырқалды, көңілді көтердік. Және тек қана мен емес, біздің қаншама қарап отырған қазақстандықтар сіздерге де бір рахметін айтып отырған шығар. Енді үшінші айналымға өттіңіздер. Үшінші айналымда сіздер 4 категорияның ішінен бірін таңдайсыздар. Содан кейін біздің компьютеріміз әнді қоятын болады. Түсінікті ғой? Қандай категориялар? Иә, категория бұлай. Ретро. Халық әндері. Қазіргі заманның әндері және саундтректер. Қайсын қалаймыз? Заманауи. Подожди. Уже подумай. Жаңа әндер. Ретро. Ретро? Ретро так? Ретро. Конкретно, да. Ретро болсын. Жақсы. Ретро болса, ретро. Біздің компьютеріміз сіздерге мына әнді ұсынып отыр. Көрдіңіздер ғой? Сонымен оқимыз. Қандай ән? Не деп айтылған? Не деп жазылған? Оқыңдар. Кеттік.
back again. Foolishly laying our hearts on the table, stop by the rain. Our love is a flame, burning within. Yeah, now it's in firelight, we catch us, stop by the rain. Wherever you go, whatever you do, you'll always be true. Oh, man, I'm falling you. Oh, I'm falling for you. I'm falling for you. Whatever you do, whatever you do. 'Cause baby, you show me so many things that I never knew. Whatever you say, baby, do it for you. Our love is alive, and so I began. Foolishly laid our hearts on the table, stop by the rain. Our love is a flame, burning within. Now it's in firelight, we catch us, we stop by the rain. Oh, stop by the rain. Байқасаңыздар, жалпы түпнұсқасын естіген адам бірден түпнұсқадан ажырата алмай отқанын да түсініп отқан You шығарсыздар. were so young, oh, and I was so free. I may have been got babies, now we're wanting to be. Well, you were a bomb, oh, why was it me? Oh, 'cause baby, you show me so many things that I never see. Whatever you need, baby, you got it for me. Our love is alive, and so I began. Foolishly laying our hearts on the table, we'll stop by the rain. Браво, браво, жігіттер! Мінекей біздің Қазақстанымыз осындай, біздің Қазақстанымыз шетелден қалыспайды деп біз мақтанып тұрып төсімізді қағып тұрып айтсақ болады. Жігіттер, бәрекелді, талантты жандарсыздар. Әрине, сіздерді қазір тыңдай отырып, жалпы өмір бақи бірге дуэтте ән айтып жүрген жігіттер сияқтысыңдар. Ол шынымен солай ма, әлде қалай өзі? Өйткені екі дауыста бір-бірлеріңізді түсініп айту, дуэт болу, ол кез келгеннің қолынан келмейтіні рас, ол қиын жұмыс. Ал сіздерде оның барлығы үйлесімін тапқан сияқты. Біз қалай, біз енді Доссыңдар. дуэт емессіз. Аха. Емеспіз де. Иә? Біз просто ән айтамыз. Ол как қалай? Аха. Жеке ма? Яғни жеке-жеке ән айтасыздар, бірақ дуэтте... Кездескенде біз екеуміз айтамыз караокеда. Аха, кездескен кезде. Иә. Мінекей, менің ойымша, жалпы талантты жандар, оларға айтудың өзі қажеті жоқ сияқты. Ән басталған кезде олар өзінің қосарын қосып, алларын алып жатады. Иә, солай емес пе? Бәрекелді жігіттер, 10 мың теңге сендердің еншілеріңде. 10 мың теңге. Қуаныш енді қайта-қайта 10 мың алып отқаннан кейін жігіттерге. 30 мың теңге 3 айналымды қосып келген кезде осындай ақшаны алып отырсыздар жігіттер. Мінекей барлық менің ақшамды бұл талантты жандар алып бара жатыр. Менің ойымша бұл ақшаның өзі де негізі талантты адамдарға аз да болады десек те біздің бағдарламамыздың шарты бойынша 30 мыңнан асыра алмаймыз. Жақсы, мінекей жігіттер, рахмет сендерге. Амандық пен саулықта тек қана шығармашылық табыстар тілейміз, және сіздерді үлкен сахнада көруге мен ниеттімін. Мүмкін көріп жатқан кезде мен де бір мақтанып тұрып айтармын. Иә, бұл жігіттер менің караоке таксиімде қатысып 30 мың теңгені ұтып алған деп, иә? Жақсы, сау болыңдар. Рахмет.
Жігіттер біздің бағдарламамызды жандырды. Енді достарына барып жандыратын шығар. Бүгін мен үшін сәтті күн болды деп айтсам болады, өйткені осындай талантты жандарды кездестіріп отырғызған кезде бұл әрине күндердің сәттісі. Сіздер үшін де керемет көңілге сыйлады деген ойдамыз. Олай болса, біз өздеріңізбен қоштасамыз, ал мен үйге кеттім достар. Сау болыңыздар.